Аналарымыз айтады: намаз оқы ей пенде, хақтан безбе, тас түнекке айналар ақтаң лезде, оқымасаң қор болып өкінесің, қара жердің астында жатқан кезде. Қараңызшы, қасиетті Құран кәрімнің аяттарына пайғамбарымыздың мүбарак хадистеріне негіздей отырып айтқан. Сол себепті намаз мұсылманның миғражы, яғни мұсылманның мәртебесін Алла тағаланың алдында көтеретін амал екен. Қиямет күні адамзат баласы әрбір жасалған жақсы амалдарынан сұралады. Жақсы амалдарының ішінде бірінші намазынан сұралады деді. Қараңызшы, кімнің намазы бар болса, яғни намаз оқылған болса, ақиқатында ол адам қиямет күні ауыр қайғы қасіреттен құтылады, үлкен жеңіске жетеді, яғни жәннаттық болады деді. Ал енді кімде-кім намазсыз өтсе, намаз оқымаған болса, онда үлкен қайғы қасіретке оралады.